Ал енді мына ораза ұстаған адам кешке ауыз ашу керек. Енді ауыз ашудың тәртібі қалай? Енді мынау пайғамбарымыз айтады, ауызашарға асығыңдар деген хадистер бар. Бұл енді ауыз ашуға өте мұсылман адам асығып, сол күн бата салысымен, ақшам намазының азаны айтылысыменен, жаңағы оразаның сол ауызашар дұғасын айтып, сол уақытта жаңағы құрмамен, құрма таппаса суменен, сол сияқты жаңағы мынау отқа күймеген, отқа піспеген нәрселерменен аузын ашып, сол уақытта жақсы өзінің дұға тілектерін, нағыз дұға тілектер қабыл болатын уақыт, сол уақытта дұға тілегін айтып, аузын ашып, жаңағындай Аллах Тағаланың берген нығметтеріне жеп, жаңағы өзін тойдырып, басқаларға тойдырып, қасындағы кісілерді жаңағындай ауызашарды тек қана өзі емес, сол басқа да кісілерге ауызашар беру жайында дінімізде көптеген насихаттар бар. Және бір хадисте келеді, листойми фархатан дейді, мұсылман адам үшін екі қуаныш бар дейді. Біреуі ауызашар уақыты, біреуі Раббысына жолыққан уақыт дейді. Сол үшін жаңағы ауызашардың өте берекелі уақыт болғандықтан дінімізде сол уақытта көптеп адам дұға тілектер айтып, ішінде тек қана қол жайып дұға тілемесе де болады, тек қана жүрегімен де сол ізгі тілектерін көңілінде өткізіп отырып, сол уақытта жаңағы ауызашар жасап, жаңағы тек қана шариғатта сөздер айтып, бір-біріне насихат айтып, сондай Рамазан айының берекелі уақыт екенін түсіне отырып, жаңағы ауыз ашу. Түсінікті. Ал енді намаз оқитындар үшін мысалы ауыз ашқаннан кейін бірден намазын оқу керек пе? Асықпай ауыз ашып, тамағын ішіп, сосын намазын оқи ма? Ол мәселе қалай? Бұл енді мәселе ауыз ашар уақыты, енді мәселен бізде шам намазының уақыты бір 50 минуттай, 40 минуттай уақыт. Сол үшін шай ішіп алып, бір жүрек жалғап алып, жаңағы намаз шамды оқып, кейін келіп тамақ ішсе де болады. Немесе бірденен жаңағы құрма жеп, аузын ашып, бірден намаз оқып, кейін бірденен тамаққа отыруына да болады. Біз ұстаздарымызбен болғанда бір-екі кесе шай ішіп, жаңағы жүрек жалғап алып, бір 5 минуттай, 10 минуттай шай ішіп, сонда асықпай намаз оқып, кейін асықпай тамаққа отыратынбыз. Сол үшін мынау дінімізде кеңшілік, біздің дініміз өте кеңшілік, сол үшін біздің дінімізде жаңағындай асықпай шай ішіп намаз оқып қалса болады. Мына ауызашар беретін кісілер болады. Ол кісілерге қандай бір белгілі тәртіп бар ма? Сосын жаңағы ораза ұстап жүрген адамға ауызашар берген кісі сондай сауапқа ие болады дейді. Соны нақтырақ айтып берсеңіз. Өте дұрыс, өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Өйткені мынау пайғамбарымыздың хадисінде келеді, бір жұтым су беріп болса да, бір құрма беріп болса да, бір жұтым сүт беріп болса да ауыз аштырыңдар деген пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз сахабаларға ауыз аштырған бір адамға, мұсылман адамға ауыз аштырған адамның ол күнәсінің барлығы кешірілетіні жайында хадистер бар. Сонда сахабалар сұрады, я Расулалла, біз қалай ауыз аштырамыз, біздің еш кедейміз ғой дегенде, жаңағындай айтады, бір жұтым су беріп болса да ауыз аштырыңдар, бір құрма беріп болса да ауыз аштырыңдар дейді. Сол үшін жаңағындай дінімізде қазіргі кезде Құдайға шүкір баршылық, кеңшілік, тоқшылық заман. Қазіргі кезде енді бір адамға емес, бірнеше адамға ауызашар беруімізге шамамыз жетеді, Құдайға шүкір. Сол үшін жаңағы дос-жарандар, туыстар болсын, сол намаз оқитын бір тақуа адамдар болса, солардың бәріне жинап ауызашар бергеннің сауабы өте мол. Сол үшін осы айда сауапты көбірек жасап қалатын ай, осы айдың қадіріне жетіп, көптеген сауап жасап қалуға тырысуымыз керек. Рахмет.